Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сызықша, оның қойылатын орындары. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, бастауыш пен баяндауыш арасында қойылатын сызықша. Екінші, сызықшаның қойылмайтын тұстары. Бастауыш пен баяндауыш арасында сызықшаның қойылуы. Бастауыш зат есімнен не заттанған басқа сөз таптарынан жасалып, баяндауыш атау тұлғадағы зат есімнен не заттанған басқа сөз таптарынан болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Тіл қоғамдық құбылыс. Атау тұлғадағы бастауыш не баяндауыш, не екеуі де тәуелдік, көптік жалғаулары болуы мүмкін. Ол күнде де бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Бастауышта, баяндауышта бір сөздің қайталануынан жасалуы мүмкін. Бұл жағдайда бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, ғашықтың тілі тілсіз тіл. Баяндауыштың алдында не артында ғана, ғой, тағы басқа сияқты шылаулар тұрса, сызықша қойыла береді. Мысалы, адамды бақытты ететін тек қана азат еңбек. Бастауыш бірінші, екінші жақтық, жекеше я көпше тұлғадағы есімдіктен, баяндауыш жіктік жалғауы түсірілген есімдерден біреуінен болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, мен тауда ойнаған қарт марал. Мұндайда баяндауыш жіктік жалғаулы болса, сызықша қойылмайды. Мен осы үйдің баласымын. Бастауышта, баяндауышта атау тұлғадағы сын есімнен жасалғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, жақсы, ісімен жақсы. Бастауышта, баяндауышта сан есімнен болғанда, екеуінің арасында сызықша қойылады. Мысалы, үш жердегі үш, 9. Бастауыш ол, бұл, сонау, мынау, анау деген сілтеу есімдіктерінен жасалып, баяндауыш атау тұлғадағы зат есімнен не зат есім мағынасындағы басқа сөз табы болғанда, сілтеу есімдіктерінен кейін сызықша қойылады. Мысалы, бұл адам көз сүйегі, деді ханға. Ол, бұл деген сілтеу есімдіктерінен болған бастауыштар өзінен кейінгі сөздің анықтауышына ұқсап, шатасып кететін жағдайда, бастауышы қай сөз табынан жасалса да, одан кейін сызықша қойылады. Мұндай бастауыштары бар сөйлем өзінің алдындағы сөйлемдерден логикалық байланыста болады. Сондықтан олар контекстке қарай ажыратылады. Мысалы, тілдің қайсында болсын, сөз мағынасы көбінесе осы метафора арқылы ауысады. Сөйтіп, бұл сөз мағыналарының ауысу тәсілдерінің ішіндегі метафораның айрықша орын алатындығын көрсетеді. Бұл ережені орынсыз қолдана беруге болмайды. Анықтауыш деп танылып кететін қаупі жоқ жерде, ол, бұл деген есімдіктерден жасалған бастауыштан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, ол біздің үйге келді. Ол, бұл деген есімдіктерден болған бастауыштар көпше тұлғада тұрса, олардан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, бұлар өндіріс озаттары. Бастауыш у жұрнақты етістіктен не ол араласқан етістіктен жасалса, баяндауыш атау тұлғадағы зат есімнен не у жұрнақты етістіктен және керісінше болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, аз сөзді көп мағыналы болу мақал мәтелдерге тән құбылыс. Бастауыш ғанген, қанкен жұрнағымен жасалған есімшеден болса, баяндауыш не зат есім, не есімше, не есімдіктен жасалғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, бұған таяу отырған Ыбырайдың ысқағы. Бастауыш бірі, біреуі, біріншісі, екіншісі, алдыңғысы, соңғысы деген заттанған сан есім, сын есімдерден және көбі деген сөзден, баяндауыш атау тұлғадағы зат есімнен не у жұрнақты етістіктен болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, Жаяу Мұса Біржаған бастаған арқадағы әншілер тобының көрнектілерінің бірі. Баяндауыш өз ішінен сөйлем мүшелеріне ажырататын күрделі тіркестер болып келсе, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, бар ойы өлең айтып, ән салалық. Сөйлемнің бір бөлігі мұның, себебі, оған себеп деген сияқты сөздерден жасалып, екінші бөлігі тұтас сөйлем болып келгенде, сөйлемнің екі бөлігі бір-бірінен сызықша арқылы айырылады.
Мысалы, бірінші себеп Қарағанды жағдайында ашық шақты бола алмайды. Екінші себеп бола алған күнде оны біз емес, жергілікті отын өндірісі министерствосы ашу керек. Бастауыш өзінен кейінгі сөзбен тіркесіп, сөйлемнің басқа мүшесімен шатасып кететін болса, одан кейін сызықша қойылады. Мысалы, 30 6-ға қалдықсыз бөлінеді. Бастауыш зат есім не заттанған басқа сөз табынан болып, баяндауыш болымсыздықты білдіретін емес сөзі тіркескен есімдіктерінің бірінен болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, жатақтарды қосып отырау, ұру ұраны емес. Бастауыш алды, арты, қасы, үсті, асты сияқты көмекші есімдердің жалаң өзінен болып, баяндауыш есім сөзден болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, адасқанның алды, жөн, арты, соқпақ. Мақал-мәтелдерде, афоризмдерде, өлеңдерде сөйлемнің баяндауышы түсіріліп, ықшамдалып айтылады. Мұндай сөйлемдер түсінікті болу үшін бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, асыл тастан, ақыл жастан. Ол олма, бол болма сияқты қыстырма сөз тіркестері араларында сызықша қойылып жазылады. Мысалы, ол олма, әңгіме одан сайын күшейе түсті. Бастауыш пен баяндауышты байланыстырушы дегеніміз деген сынды сөз тұрса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, сөйлем дегеніміз тиянақты ойды білдіретін бір сөз я бірнеше сөз тіркесі. Бастауыш болып тұрған сөз баяндауыштың құрамында қайталап, бастауышқа жалғастырса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, жамбыл болғалы есткен талай батырды. Құрмаласқа енген жай сөйлемдерді байланыстырып тұратын бірақ, сонда да, алайда, сондықтан, дегенмен сияқты жалғаулықтар түсіп қалып айтылғанда, олардың орнына үтірмен сызықша қойылады. Мысалы, үйде шешен, дауда жоқ. Салласқа енген жай сөйлемдегі іс шұғыл болса, немесе біріндегі іске екіншісіндегі қарама-қарсы қойылып айтылса, араларына сызықша қойылады. Мысалы, ти десем, тимейді, тиме десем, тиеді. Тізбек, сонда, соншалық, сонша, сондай, сол, мынау, мынадай, себебі деген сөздермен аяқталып, әр қарай өз алдына сөйлем болып кетсе, бұл сөздерден кейін қос нүкте қойылмай, сызықша қойылады. Мысалы, мақал-мәтелдердің ықшам болатын себебі, олар келелі ой, кең мазмұнды бірақ ауыз сөзбен айтып, 90 ауыз сөзді тобықтай түйу керек. Сызықша қойылмайтын тұстары. Бастауыш атау тұлғадағы зат есімнен, баяндауыш жаты септіктегі зат есімнен болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, бүркітші тау басында, қағушы ойда. Бастауыш зат есімнен, баяндауыш сын есімнен болғанда, екеуінің арасына сызықша қойылмайды. Мысалы, қар аппақ, бүркіт қара, түлкі қызыл. Бастауыш зат есімнен, баяндауыш атау не жаты тұлғадағы сан есімнен болғанда, бастауыштан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, ағайынды бұл үшеуінің жас мөлшерлері бір-біріне жақын. Балтабек 26-да, Темірбек 24-те, Кенжетай 22-де. Бастауыштан кейін оған жалғас сұрау есімдігі келген сөйлемдерде, баяндауыш атау тұлғадағы зат есім болғанмен сызықша қойылмайды. Мысалы, Жилин қандай адам? Бастауыш зат есімнен, не сілтеу есімдігінен, баяндауыш есімшеден болғанда, екеуінің арасына сызықша қойылмайды. Мысалы, мектеп үйі жаңадан салынған. Ал баяндауыш болып тұрған есімше зат есім мағынасында қолданылған болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, енді осы, тоқтатқаны. Бастауыш бірі, біреуі, біріншісі, екіншісі, көбі деген сөздерден, баяндауыш атау тұлғадағы зат есіммен у-жұрнақты етістіктен басқа сөз таптарының бірінен болса, бастауыштан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, ойыл екеу, бірі ащы, бірі тұщы. Бастауыштан кейін сызықша қойылуға тиісті сөйлемдердегі баяндауышқа еді, екен, болды, болады, болатын, болып табылады сияқты
көмекші етістіктердің бірі тіркессе, бастауыштан кейін сызықша қойылмайды. Мысалы, тіл қоғамдық құбылыс болып табылады. Бастауыштан кейін сызықша қойылуға тиісті сөйлемдерде бастауыштан кейін қыстырма сөз тұрса, сызықша қойылмайды. Мысалы, Бөжейді Құнанбай сияқты феодалдық рушылдық қоғамның мықты болғанын тілейтін феодал. Суреттеме мазмұнды атаулы сөйлемдердің ішіне сызықша қойылмайды. Мысалы, ортада стол, сол жақта диван, диван үстінде кішкене жастықтар. Сөйлем мүшелерінің әдеттегі орны ауысып келген сөйлемдерде орынсыз сызықша қойылмайды. Мысалы, сенсің жан ләззаты, сенсің тән шәрбаты.